3 және 12 бөлімге дейін сериалды қысқаша шолып өттім. Махаббат ертегісі деп аталады. Бұл сериал өте қызықты, махаббатқа толы, кекке толы өмірлер баяндалады. Жанпеза осылай көз жасын көлетіп тұрып, Сәлімге амалсыз тұрмысқа шығуға келісім берген кезде, ол Сәлімнің өзінің тойында Махирдің куәгер болатыны және Махир май құятын бекетте жолын айтып сатып кеткен және өзін тастап кеткенін айтып, бұл жерде Махирдің өзін сүймейтінін дәлелдеп көрсетуге әлек болады. Жанпеза соған шын сеніп қалады. Ол тойға иә деп келіседі. Махирдің көзіне қарап отырып, ал Сәлім мәз болып қуанады, өйткені ол ешқашан жеңілгенін ұнатпайды. Әйтпесе Жанпезаны еш уақытта ол сүйген емес, Жанпезаны жай ғана зат ретінде қолданады. Осылайша тойдан кейін Стамбулға қайтып бара жатқан кезде Махирдің кесірінен көлік апатына ұшырайды, жол апатына. Яғни осы жерде Махирдің әкесін өлтірген де осы Жанпезаның әкесі екенін Жанпеза айтып жатыр. Жанпеза саған еш уақытта ол сені жақсы көрмеді, тек сенен кек алу үшін, әкеңнен кек алу үшін ғана. Осылайша әдейі апатқа ұшырайды, бірақ апаттан барлығы тірі қалады. Бірақ Сәлім өзінің Куршатты өлтіргісі келіп, әдейі машинаның белбеуін ақтап жіберді. Сол кезде Куршат машинаның алдыңғы терезесінен шығып кетеді. Өте ауыр жарақат алады, десе де ол әлі де өмір сүруге қатты талпынады. Шетелдерде мен ауруханаға барады. Тезірек көмектесіңіздер, әкем, менің әкем. Осылай Жанпеза жылайды. Әжесі де келеді, яғни Куршаттың анасы да келеді. Бұл қалай болғаны, таңертең ғана барлығы жақсы еді ғой деп ұлын жоқтап жылайды. Өйткені ол ана ғой. Осы кезде Шабашқа қарап, бәріне сен кінәлісің, сен кезінде оның әкесін аттың, сол үшін менен кек алып жүр. Махир менен сендердің кесірлеріңнен кек алып жатыр. Менің өмірімді ойран еттіңдер дейді. Махир келеді, енді сен қасымнан көрінбе, көзіме жоламаймын саған дейді. Сәлім қуанып қалады. Бірақ мына жерде Сәлім жалған некелеге екенін біледі, кешірім сұрайды. Осы кезде барлығын пайдаланып, үндемей Махир Жанпезаны алып қашады. Жанпеза амалсыз қашады, бұны біліп қояды Сәлім. Ендігі кезде мен оның жазайын беремін деп ашуланады. Солай Жанпеза Махирден қашып бір магазин сияқты дүңгіршекке келген кезде өзінің Сабаш ағасына қоңырау соғады. Сабашты мында Сәлім ұстап алады, өйткені Жанпеза хабарласатынын біледі. Сол кезде телефонына звондаған кезде амалсыздан тезірек қаш, Сәлім сені тауып қояды, Сәлімнен қаш деп айтады. Ол сол кезде ашуланған Сәлім Сабашты атып тастайды. Қыз жылап қалады, нені істеймін Сабаш аға деп. Алдан Махир шыққан кезде оны құшақтап алып, енді Махирдің қасында мәңгі бірге болады. Ал бұнда Сәлім мен Махирдің көкесі нағыз сатқын екен, екеуі бірігіп алған мафия бастығы болып шығады. Ал нақта Махирдің 30 жыл бойы көрмеген әжесі Махирдің анасына қинап өзінің үйіне алып кетеді, Махирді келтіру үшін. Осы жерде де енді мен сенің балаңды тартып аламын, өйткені сен менің баламды тартып алғансың дейді. Махир амалсыз өзінің анасын алып кету үшін осы үлкен үйге келеді, бірақ қорғана келмейді. Қасына міндетті түрде Жанпезаны өзінің қалыңдығы ретінде қолынан ұстап, әйелі ретінде таныстырады. Бірақ кемпір бұны күтпеді. Барлығы Махир келеді деп есік алдында күтіп тұрған кезде Махирдің қасындағы қалыңдықты көріп, кемпір иесінен танып қалайды. Енді Махирден үміттенген еді, бірақ Махирдің қалыңдығы бар екен. Ал Махирді өздерінің Сыла деген бұрын атастырылып қойған қызға үйлендіру мақсаты. Оны үйлендірмесе үлкен дау болады, намыс, памыс деген сияқты бір-бірлерінің арасында жүріп жатқан сондай намыс қой. Ал оған Махир келіспейді еш уақытта. Өзінің қалыңдығы Жанпезамен қол ұстасып, Стамбулдың түнгі қаласын аралап, тіпті Жанпезаны досына да таныстырады, менің қалыңдығым деп. Осылай барлығы жақсы болады. Тіпті екеуінің бірге махаббат сияқты бір жақсы көрген сүйіспеншілігіне көрсетеді кино барысында. Ал мұнда Куршатты Сәлім адамдарымен аңдып қойған. Куршатты еш уақытта ауруханадан шығармау керек, не өлі күйінде шығару керек. Бірақ Куршат қашып кетеді. Сәлім оны білмейді. Сәлімнің бар ойы
Жанпизаны қасына шақырып алып, онымен бірге болу. Осылай Жанпизаны өзінің қолына түсіру үшін достарын және өзінің туған әжесін үй қамаққа алады, яғни өлтіремін деп қорқытады. Жанпиза соған сеніп бірден жүгіреді және Сәлімнің айтқан мекен-жайына қарай келеді. Бірақ бұның артынан Махерді көріп қалып, ізіне жүгіріп артынан аңдып келіп, Сәлімді де атпайды, бірақ Сәлімді ұрып кетеді. Яғни Сәлім Махер көкесі. Бірақ Махердің көкесі де осы жерде болған, барлығы біліп тұрса әдейі істедік, бұл да бір жоспардың бір түрі деп ойлаймын. Осылайша Жанпизаны құтқарып, Махер қайтадан үйіне келеді, атасы мен әжесінің үйіне. Осы кезде келген сәтте даладан айқай шығарады. Шық қане! Махер айқайлайды. Сен менің қызымды жылататын қандай адамсың? Мен қызымның намысын таптайтындай сендер кімсіңдер? Қандай әулетсіңдер? Кезінде әкең осылай әулетімізді масқараға шығарған. Енді сен менің қызымды, немеремді алатын боласың дейді. Жалғасы бар.